Сәлем, қалдарыңыз қалай? Сабаққа қош келдіңіздер. Психосоматика арқылы блоктарды анықтау және өзгерту сабағына қош келдіңіздер. Мен қазір өзімді таныстырып кетейін. Жалпы мен кіммін және неге мен бұл методиканы сіздерге айтып жатырмын, сол туралы толықтай ақпарат айтып кетейін, иә. Менің есімім Гүлдана Алшын. Жалпы мен психосоматикаға келуіме байланысты өзімнің денсаулығым, жаңағы психологтарға барамын, сенің неңді анықтап береді, иә осыдан деп айтады да. Бірақ ары қарай маған методика жетпеді. Іздене бердім, сонымен қатар мен психосоматикаға келдім. Психосоматиканы да мен Қазақстаннан білім іздедім, бірақ маған қазақ тілінде онша былай эксперт табылмады, жалпы маман бойынша да. Сонымен мен іздеп Германиядан, Россияда қалай екен, басқа елдерде, мемлекеттерде қалай екен деп, маған таныстар арқылы Германиядан білім алдым. Оңай ақшаға алған жоқпын, 1 миллион теңгеге сатып алдым. Ол жерде үйреткен методиканы осы қазір сіздермен бөлісемін. Ол бір ғана кішкентай ғана бөлігі, бірақ сіздер осының өзін қолданғанда нәтиже жақсы береді. Өйткені мен осыны қолданып бастадым. Осының арқасында мен жұмыс жасай бастадым. Мен өзім басында инфобизнеспен басталғанмын. Инфобизнесте как инфопродюсер ретінде. Білетіндеріңіз бар ма, білмейсіздер ма білмеймін, бірақ сонда да мен сториске шығатын кезде де страх болатын, қолым дірілдеп, даусым дірілдеп да. Одан кейін жаңағы психологтармен жұмыс жасай келе мен блог жүргіздім. Кәдімгідей 3 жылдай үзбей блог жүргіздім, кәдімгідей активная болдым, марафондар өткіздім, жеке жұмыс, наставничество бәрін өткіздім. Бір ситуация болды біздің үйімізде. Қайын інім өмірден өтті. Ол өмірден өтпес бұрын өте ауыр диагноз қойды оған, рак деп. И өзі жас, 87-ші жылғы, бірақ сонда да менде андай қорқыныш, үрей пайда болды да, и мен депрессияға кіріп кеттім. Мен блокқа шыққым келмей, мен ағайын туысым қайғырып жатқан кезде мен қалай блокқа шығамын деген сияқты да, мен өзімде не позволяла, шынымды айтсам. И мен не істедім? Блог жүргізбей қойдым. Мүлдем істеп жатқан жұмысыңды, сен оффлайн жұмысқа барасың ғой, оффлайн жұмысқа барып жатқан нәрсеңді жасамай қоясың ғой. Менде онлайн. Оффлайн да істеймін, онлайн да істеймін. Бірақ вообще Инстаграмға да кіргім келмейді, пост та салғым келмейді, еш нәрсе жасағым келмейді. Как не сияқты, биоробот сияқты болып қалдым. Не жұмыстан да кайф алмаймын, өзім оффлайнда жұмысым бар. Ешкімді жақтырмаймын, бала шағаға мүлдем мән беруді қойдым, робот сияқты тұрамын, сабаққа барамын, жаңағыдай балаларым сабаққа барамын, сабақ сайтынан келемін, тамақ беремін, солай. И осы психосоматикаға келдім. Қазақстанда да психологтарға бармауым білмеймін, бардым, 5-6 психологқа бардым, бірақ олар маған ем таба алмады. И мен сол Германиядағы кісіге жаңағыдай таптым, сол Германиядағы кісіге методикасын бөлісу арқылы жаңағы мен айттым, мен методиканы жаңағыдай просто өзіме ғана қолданбай, мен үйренгім келеді. Бұл методика қайдан шықты, бұл қалай әсер етеді адамдарға деген сияқты. И соны іздене бастап, мен білім сатып алдым. Германиядан тікелей осы методиканы шығарған кісінің шәкіртінен сатып алдым десем болады. Енді сіздерге қызықты деп ойлаймын. Қолданыңыздар. Инструменттер біреуі сізге өтпей жатса, біреуі өтуі мүмкін. Иә, сол себепті бүгін бізде қазір практикамызды тек қана теория ғана айтылмайды, міндетті түрде практикада берілетін болады. Бүгін психосоматика арқылы іштегі сенімдер мен шектеулерді қалай анықтап, оларды өзгерту практикасын жасайтын боламыз. Бірінші теория, потом практикасын жасайтын боламыз. Ал кеттік. Психосоматика дегеніміз не, жалпы сол туралы ақпарат беріп кетейін. Психосоматика бұл ми мен дененің өзара байланысы. Ішіміздегі қорқыныштар, ішкі сенімдер денеге әсер етеді. Ақшаның жетпей қалуы, қарым-қатынастағы қиындықтар, шаршау, ауырлық, аурулардың барлығы осы дене мен мидың арасындағы байланысты мамандығын психосоматика деп айтамыз. Неліктен өзгеріс болмайды? Себебі мәселе сыртта емес, ол іштегі мидағы установкалар. Біз оларды анықтап өзгертуіміз керек. Сіздің өміріңіздегі өткен тәжірибелерді талдап,
іштегі сіздердің убежденияларыңызды, установкаларыңызды анықтап, оларды дұрыс установкаларға өзгерту. Денені дұрыс бағыттау. Іштегі наным сенімдердің барлығын қазір бізде жойып, практикаға көшетін боламыз. Ал практикалық методика. Дәл қазір біз сіздермен бірге сенім картасын жасаймыз. Бұл методика, бұл бірінші методика, бірінші әдіс. Қағазға, блокнотқа немесе телефондағы заметкаға өзіңіздің ішіңіздегі сенімді жазыңыз. Мысалы, мен ақша таба алмаймын. Ақша маған берекесіз. Иә, мысалы, ақшаны алайық. Бәрімізге қатысты, бәріміз ақшаны қолданамыз. Сол себепті ақшаны алайық. Ақша маған келмейді, келсе де берекесіз, немесе басқа біреулерге кетіп қалады. Деген сияқты сенімдеріңізді жазып шығыңыздар. Қазір видеоны паузаға қойып жазыңыздар. Жас болдыңыздар ма? Жас болғаннан кейін әртүрлі жазыңыздар ғой. Мен сіздерге нақты айтайын, иә. Қазір сіз неше жаздыңыз? Төртеу бесеу аздық кетеді. Сіз 40 штук, 40 түрлі наным сенімді жазасыз. 40 шықпай жатыр десеңіз шығарыңыз. Мысалы, мен былай жасайтынмын. 40 ақша маған келмейді, келсе не болады? Жаңағыдай, менен біреу қарызға сұрап алып қоюы мүмкін, немесе мен оны берекесіз ар жаққа жаратуым мүмкін. Оның бәрі миыңыздағы сенімдер. Соның бәрін жазасыздар. 40, бәрі 40 болсын. Одан кейін сол 40-тың қасына сіз ол сенімді кімнен алдыңыз? Мысалы, интернеттен көріп алып қалдыңыз ба? Менде болған клиент Роза ханым деген. Келеді, ақша кредитке кіріп кете беремін дейді. Реклама шығады, алам дейді да, жаңағыдай әр жерден на эмоция қалып қоя береді. И айтам, проработка жасадық жеке өзіміз отырып. И айтам, сізде бұл установкалар қайдан келді? Проработка барысында уже. Сөйтіп есіне түсіреді. Так, кім? Әкем. Әкем маған постоянно айтатын дейді. Ол ақша деген жаман. Ақша ол балалардың, жаңағы ақшасы бар адамдардың балалары арақ ішіп кетеді, маскүнем болып кетеді, жаман нәрселерді шегіп кетеді, короче, тыңдамайды деген сияқты. Жақсы, тағы да кім айтты деп сұрағанда, ол кісі айтады, менде ағай болған мектепте. Сол кісі айтатын, кредит жаман, ақша жаман, кредит алмау керек, ақша мүлдем керек емес деген сияқты айтқан дейді. И рекламадан да естігендерім бар деп бәрін тізіп айтып шықты. Енді сіз жаңа 40 штук жаздыңыз ғой, соны сіз аласыз да қасына кім айтты? Балалық шақта ма? Есіңізге түсіріңіз. Бәрін есіңізге түсіріп жасаңыз. Иә, бәрін жазып болыңыз. Одан кейін келесі бізде қазір жас болсаңыздар, біз денеге арналған жаттығу жасаймыз. Дене сигналдары. Так, жас айттыңыз ғой, ақша маған келмейді. Ақша мені жаңағыдай келіп тез кетеді. Келгеннен гөрі тез жаратып қоямын деген. Енді қазір көз жұмамыз, терең тыныс аламыз. Иә, көзімізді ашпаймыз. Енді сіздер жаңа проблеманы еске түсіресіздер. Так, менің ақша дегенде қай жерімде бір сигнал бар? Денеңізден бір сигнал іздейсіз. Басыңыздан аяғыңыздың ұшына дейін, қолыңыздың ұшына дейін. Так, ойланып істеңіздер. Саламыз, істейміз. Әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Менің басында, мен осы диагностика жасаған кезде менің басында болған. Сіздер қазір мен басында екен деп мені кінәлап қалмаңыздар, сіздің денеңіз өзіңізге жауап береді. Мысалы, денеңіз жаңағы басында менде тұман болған, қап-қара тұман, былай ұшып жатқандай. Иә, соны анықтаңыз и және оған атау беріңіз. Мен қорқамын, мен шаршап тұрмын, маған ауыр деген сияқты бір атау беріңіздер. Атау бердіңіздер ма?
Жақсы. Денеміздегі нені қорқынышты анықтадық. Қай жерде екен сигналды анықтадық. Ол мысалы сіздің тамағыңызда болуы мүмкін, асқазаныңызда болуы мүмкін, түйіліп тұр, шаншып тұр. Әйтеуір бір сигнал. Соны анықтап болдық. Енді соған атау бердіңіз. Енді келесі бізде денеге жаңағы жаңа сенім орнату. Жаңа сенім орнату техникасы. Біз уже ішіміздегі жаңағы қорқыныштардың бәрін білдік, оның бәрін дәптерге жаздық, немесе блокнотқа жаздыңыздар. Енді оны денемізде қай жерде әсер етіп жатқанын білдіңіздер. Енді қазір жаңа сенім орнату, жаңа установка орнатамыз. Жақсы ма? Қазір біз дәптерді ашып жазамыз. Қазір көздеріңізді ашасыздар да жалпы терең тыныс алып, өзіңізге жаңа установкалар қоясыздар. Мен сенімді өмір сүремін. Мен молшылықта өмір сүремін. Мен ақшаға лайықпын. Менде бәрі бар. Мен ақша таба аламын. Мен сәттілікке лайықпын. Осыны жазасыздар да көздеріңізді жұмып қайталайсыздар. Көздеріңізді жұмып қайталайсыздар. Бұл методиканы қазір жазып айтып жатырмыз ғой. Сіздер автоматты түрде жазсаңыздар болады. Қазір біз наным сенімдерді қағаз бетіне түсірдік және оларды жойдық, иә, дене бетінен. Одан кейін сіз сол жаңағы установкаларыңызды позитивті установкаға ауыстырып жатырсыздар. Оны ауыстырып болғаннан кейін жаңағы күнделікті қайталап жүруіңіз керек. Ішіңізден мен позитивке толымын. Мен ақшаға лайықпын. Мен ақшаны жақсы көремін деген сияқты. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, ой, осы жұмыс жасай ма деп та. Әрине өте қатты жұмыс жасайды. Бізде егер техникада бірінші сразу мен баймын, мен бақыттымын, мен немін деп айтатын болсаңыздар, и так айтып жүрген шығарсыздар, алдыңғы деп психологтар айтқан. Бірақ оған дейінгі установкаларды жоймай, сіздер мына жаңа установкаларды қоя алмайсыздар. Әрине жеке проработкада мен сіздерге өзім даусымен мысалы көз жұмып тұрған кезде ол жерде жазу техникасы жасалмайды. Ол жерде тек қана сіздер менің даусымды есту арқылы жасайсыздар. Егер сіз жеке жұмысқа келетін болсаңыз, жазып отырудың қажеті жоқ. Мен сізге сөйлеу арқылы, екеуміз сөйлесу арқылы жеке жасаймыз техникаларды. Әрине ол жерде тереңдетілген болады, себебі ол момент сіздің келген запросыңызға қарай жасалынады да. Сол себепті ол жерде осылай әрқайсысы жеке жасалынып айтылып отырады. Диагностика жасаймыз, установкаларды анықтап, денеден анықтаймыз. Одан кейін осындай сенімді, жаңа сенім орнату, жаңа міндетті түрде орнатамыз. Сабақ сіздерге түсінікті болды деймін. Егер түсінбей жатсаңыздар жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін, кері байланыс жасаймын. Ал сәттілік енді жаңа өмірге, жаңа қадамға қош келдіңіздер.